Мындай кілт бар менде. Сәлем. Алёш. Қандай машина? Білетінен ғой сен? Шевроле. Таста дейді айналымда шыбындар. Қасқа не хабар бұл сөздерден басқа. Никотин я таза рэптің қолданат. Трек өтіп атыр Мақалевич қанат. Тағы бір рет. О, қаттырақ басу керек екен ғой. Әлен артқа отыр. Қазір полиция ұстап алады. Папаны жазалайды сосын. Қара Әсел. Салоны комбинация екі түсті. Көрермендерге сәлем беріп қой иіліп. Таныс қойыңыздар, менің әйелім Әселя. Ача мен шынтақ қойғышыма қолын қойып отырсың. А менде жоқ, потому что. Сенде жоқ. Вот. Тракердің бір минусы осы. Тек қана жүргізушіде ғана бар. Это сближает. Әйелім орыс тілді, өйткені Ресей азаматы. Өзге ұлт өкілі. Сенбейді, көрсетші паспортыңды. Кім сенбейді? Қазақ емессің десем, сенбейді ел жұрт. Типа қазаққа қосасың, қазақ болуын. Мен Ресей паспорты. Әйелім Росучетта. Жалпы кроссоверлер үшке бөлінеді Әсел. Орта көлемді. Ірі кроссовер және компакт кроссовер. Мынау қайсыны іздеп ойлайсың? Компакт. Әрине. Трекерде 6 сатылы гидротрансформаторлы автомат. Байқасаң, машинаның басқарылуы жақсы, е? Да, управление классное. Өйткені бұл жерде Chevrolet Cruze'дың платформасы тұр ғой. Ана жаңасы емес, ескісі 13-14 жылы біз қызығып өтіп екенбіз. Тура соның моторы тұр. F18 D4 деген индекспен жүреді. Бойында 140 аттың күші бар. 175 ньютон-метр момент береді. Түсінің ғой бірдеңе? Қалада күші жетеді деген сөз ғой. Қозғалтқыш көлемі аз болса, оның картасы да нашар болады ғой. Ал мына жерде 1/8. Бұдан артық керек емес трекерға. Әлентай, Әл-Фараби достыққа жақында қалдық, бірдеңе жейсің ба? Жоқ. Не? Бургер. Бургер? Ух ты! Есіктің ішкі қаптауында тұтқасы бар, есік жабуға, ашуға арналған. Астында бір қалта түсінікті, ал мына ортаңғысы не үшін? Қалай ойлайсың? Для мелочей? Мысалы? Не знаю. Помаданы салға болады, е? Да, попробуй. Салып көрші. Небольшая у меня есть. Бізде жүк салғыш көлемі 350 литр. Бұл аз. Егер көлемді заттарды машинаға орналастырам десең, мынаны түсіруге болады. Әсел, мына дөңгелектер қандай көлемде деп ойлайсың? 16? Жоқ, 18. Трекердің орындығы электро реттеуішімен баптап көрші. Газ тіреуіштер жоқ, ё-майо. Әсел, кел, көмегің керек. Стаж капотты. Стық емес па, нормально? Пойдет. Түсіре ғой. Мінекей 4 цилиндрлі ескі мотор. Уақыт өте келе өзінің сенімді екенін дәлелдеді. Мотор қарапайым болғандықтан майдың өте жиі ауыстырылуын қажет етпейді және қымбат майда керек емес бұған. Мінезі қояншық болмаса да алдыңғы жағы агрессия шашып тұр. Оптикасы, алдыңғы торы, төмендегі дефлекторы. Артқы LED-тары әдемі жанат, стоп сигналдары да күшті көрінеді, қараңыздар. Жалпы машинаның дизайны тартымды. Балалар орындығы бар ғой? Соны мына жерге Тіркесе болады. Тіркейсің де, рөліңді айналдыра бересің. Тракерді айдау қандай екенін қыз-келіншектерге сен айтып бер. Әйелдер қауымына қызық шығар. Пікірің. Ну что могу сказать? Машина компактная. Для начинающих молодых девушек или молодых мам самая подходящая машина. Эконом-класса. Лишних кнопок нет. Ты не теряешься, что нажимать и как нажимать. Сел и поехал, по сути. Тіпті кондиционерде қарапайым, авто деген батырмасы жоқ, сонысы ұнамады маған. Тракер бірақ комплектацияда сатылады. Бағасы 7 миллион 800 мың теңге.
Айтпақшы, Саймандар панель қалай саған? Жазулары анық көріне ме? Да, мне больше всего нравится, что здесь сразу написано скорость и сколько. Я не смотрю на эту стрелку и не угадываю, сколько же там, 66 или 65. Я сразу вижу там 52. Жолаушы жағында да ыңғайлы екен, аяққа ештеңе кедергі етпейді. Ты вот едешь, тебе не нужно отвлекаться, там выбирать, какую кнопку нажать, что здесь сделать. Нажал и поехал. Бұның аты эргономика, бәрі дұрыс орналастырылған кезде осылай болады. Пикантоның көлемін қараңыздар, кішкентай. Ал тракер кроссоверлер арасындағы пиканто ғой. Телефон Bluetooth арқылы мультимедиаға қосылады, бірақ қазақша әріптер шықпайтыны жаман екен. Chevrolet олқылықтың орнын толтырайық. Қазақстанда шығатын машинаның қазақша әріптері болу керек қой. Қара, біз қазір Дуати көшесіне келе жатырмыз. Шешең екеуміз мына жердегі Достар деген кафеде үйлендік. Мына. Қазір көрсетем. Мінекей, мына жерде дүркіреткенбіз. Әдемілеп тұрып. Әкең $20,000 мына жерге көміп кетті. Казгуда таныстық, журфакта бірге оқығанбыз. Бірінші рет кездестіргенде ойыма сап ете түскені, оппа, қазақтың соңғы ханы үшін есе қайтарам. Бұл қыз маған ұл туып береді дедім. Енді оққан шығарсыздар ұлты қандай екен. Міне, сол. Әйелім шетел азаматы болғандықтан оған орысша сөйлеу кешірімді, бірақ 10 жақты жылда қазақшаны үйретіп алдым ақырындап. Содан орыс әйелім Мәскеуде қай мектепте оқыдың сен? 325 мектеп. 1881 жылда құрылыстырылған. Негізі қаланған. Негізі қаланған. Қай жылы? 1881 году. Болды осы жағы көшіңіз. Рұқсат бердім. Содан қалай, білім жүйесі әртүрлі ма Қазақстанмен салыстырғанда? Сол туралы айтып берші. Ну, мне кажется, что намного и большая разница в том, что... Күштірек па? Ну да, у нас, к примеру, с 1 класса у нас английский язык предмет. В Казахстане, насколько я знаю, с 5 класса. Біздің кезде 4 класстан болған. Кеше үйге қайтып бара жатқан кезде ескі Honda CR-V мен Nissan Qashqai'дың жанынан өттім әсел. Кәдімгі биік. Сыртынан кішкентай көрінеді, тракер. Бірақ Nissan Qashqai мен CR-V-дің қасында биігірек. Биігірек? Не ожидал. Алмарысанға жол ашық па? Айтып жүрсіз ба? Мына жаққа жол ашық па деймін, менттер тоқтатпай ма? Алмарасанның блокпостына келдік, бәрін кері қайтарып жатыр, өткізбей жатыр. Қазақстанда ең арзан кроссовер Jack S3 екенін жақсы білесіздер. Тракер әлдеқайда қымбат, бірақ сапасы соған сай. Қазіргі таңда бюджетті седандардың өзі 6-7 миллион сұрап тұрған білесіздер. Polo седан максималды комплектацияда 7 миллион 800 мың теңге тұрады. Оның қасында тракер толыққанды отбасылық кроссовер. Таңдау өзіңізде. Келесіде көріскенше аман сау болайық. Лайк басамыз, арнаға жазыламыз.